Сәлеметсіздер ме, студенттер? Мен Маңғыстау өнер колледжінің домбыра мен ән салу бөлімінің оқытушысы Асқанбаев Темірбек Ерсайұлы. Бүгінгі біздің сабағымыз 3-ші курс студенттеріне арналған Сүгір жырау Бегендікұлының термесі «Алласыз айтқан сөзім жоқ». Маңғыстау топырағында дүниеге келген Маңғыстау жыршылық өнеріне бірден-бір көрнекті өкілдерінің бірі Сүгір жырау Бегендікұлы 1894 жылы Маңғыстауда Өгізөреуіл деген жерде дүниеге келген екен. Жалпы Сүгір жырау Бегендікұлы Адай руының Мұңал, оның ішінде Жаулы, оның ішінде Ескелді руынан. Жалпы осы Сүгір жырауды Ескелді Сүгір Бегендікұлы деп те атап жатады. Енді бұл кісінің өміріне, шығармашылығына тоқтала кететін болсақ, әкесі Бегендік өте діндар, білімді адам болған. Бұл кісінің жерленген жері Оғландағы Бекетатада жерленген. Енді Сүгір жырау Бегендікұлы Бәли Нұрнияз ақынның мешітінде білім алып, сол жерде ақын өнерге деген құштарлығы ашылып, көптеген ақын жыраулардың насихат термелерін жаттап, өзінің де бірнеше термелерін шығарып жүрді. Соның ішінде өзінің орындауында Қарасай Қази, Едіге, Қырымның 40 батыры секілді үлкен жыр дастандарды орындап жүрді. Жалпы Сүгірдің елге белгілі болған шағы 1927 жылы Әлитауанның асында Сүгір жырау Бегендікұлының есімі елге кеңінен таныла бастады. Сол аста Сүгір Бегендікұлы Есмағамбетпен, Сәттіғұлмен, Ұзақбаймен және тағы да басқа ақын жыраулармен кездеседі. Сол аста көптеген жыр термелерді орындап насихаттай бастайды. Осы Сүгірдің мақамы, Сүгірдің әні, Сүгірдің жыр күйі, Сүгірдің бес қайырмасы, Сүгірдің 7 қайырмасы сынды өздерінің бірнеше саздары болған. Жалпы Сүгір жырау өзі шығарған термелерді орындап, оны сан құбылта орындай алатын жыршы болған. Сүгір өзінің бір естеліктерінде, егер жыршы бір дауыста ғана айтатын болса, ол көкек жыршы болып есептелген. Ал егер сол өзі шығарған немесе бір басқа бір ақын жыраудың орындаған шығарған термелерін орындаса, оны 7 құбылтып, 1000 құбылтып орындайтын болса, ол бұлбұл жыршы деп есептеген. Бұл естелікті бізге жеткізген өзінің тікелей төл шәкірттері Құнанорыс Рейім, Қырықмылтық Бүркітбай және Бегей Жақсылық аталарымыздың айтуы бойынша жеткізілді. Және тағы да бір айта кететін естелігі, егер кім қай жыршы үлкен жиын тойға, мерекеге баратын болса, қыз қырқынға көзін салмай, сол ас тойға келген өзін сезініп, елдің мұрасын арқалап жүргенін біліп, жыр термелерді нақышына келтіріп орындау керек деген. Енді Сүгір жырау Бегендікұлы 30-шы жылдары елдің басына тауқымет түсе бастаған жылдары Бесқала жаққа қарай қоныс аударып кетеді. Сол Бесқалада Қоңырат, Шағадам, Ашқаба, Көне, Шаржау, Ташауыз, Байрамалы, Тәжен, Шағадам сияқты елдерге қоныс аударып кетеді. Бірақ Сүгірдің ең көп ұзақ тұрған жері ол Қоңырат жері екен. Сүгір кейін 1967 жылы өзінің ата қонысы Маңғыстауға қайтып оралады. Ол кісінің алғаш қоныстанған жері Ақжігіт кенті. Сол жерде 3-4 жылдай мекендегеннен кейін 1971 жылы Жаңаөзен қаласындағы маңындағы Қызылсай ауылына көшіп келеді. Сол жерде 3-4 жылдай орныққаннан кейін 1974 жылы Сүгір жырау Бегендікұлы 1974 жылы Қызылсайда дүниеден озады.
Жалпы осы Қызылсайдағы мектеп Сүгір Жырау Бегендіұлы атындағы мектеп болып қазіргі таңда оқу орны солай аталып тұр. Сүгір Жырау жастайынан өнерге құштар болғандықтан Қашағанның, Мұрынның, Қарасайдың, Жылгелді, Сәттіғұл, Есмағамбет, Шамғұл, Ұзақбай сынды ақын жыраулармен қатар жүріп, сол ақын жыраулардың өлең жырларын жаттап, және өзінің де терме толғауларын, насихат термелерін шығарып, ел арасынан кеңінен таратып айтып жүрді. Сонымен қатар Адайдың бес жүйріктерінің бірі Абыл мен Ақтан, Байтоқ пен Қалнияз, Нұрым мен Қашағанның, Аралбай мен Өмірдің және Әбубәкір мен Сәттіғұлдың көптеген насихат термелерін жаттап, ел арасында кеңінен таратылып, және осы аталған жыраулардың барлығының термелерін осы бізге жеткізушілерінің бірі Сүгір Жырау Бегендіұлы. Жалпы Сүгір Жырау Бесқала елінен Маңғыстау еліне қоныс аударатын кезде немесе сол жақта жүріп шығарған бірнеше термелері бар. Соның ішінде арман, елді сағыну, қоштасу, терме сияқты толғаулары бар. Және осы газет бетіне жарияланған Октябрь, Беташар, Тойбастар, Сәттіғұлға арнау бүгінгі біздің аш сабағымызға арқау болып отырған Алласыз айтқан сөзім жоқ сияқты термелері газет бетіне жарияланған. Ұлы Отан соғысы кезінде шығарған термелері аттандыру, аманат, жоқтау тәрізді патриоттық термелерде шығарылған. Жалпы Сүгір Жырау бар ғұмырын Қарақалпақстан, Өзбекстанның батыс аймағында, Түркменстан жерлерінде бар ғұмырын осы жақта арнаған. Қазіргі таңда манадан бері басында айтылып жатқандай, Сүгір Жыраудың өзінің жеке орындауындағы Қаразимен қоштасуы немесе Қарасай Қази, Едіге жырлары өзінің орындауында бар. Осы өзінің шығарған саздарымен айтылған. Енді қазіргі таңда осы Сүгір Жырау Бегендіұлының термелерін осы Маңғыстауға белгілі Амандық Көмекұлы, Жеткізген Сейітов, Елдос Еміл, Аманбек Сәуірбаев, Арғын Бейсенов, Ақылбек Өтешев, Бердібай Тойғылиев және Үзмұрат Молбаев секілді ағаларымыз орындап, осы Сүгір Жырау Бегендіұлының өзінің төл саздарымен орындап жүрген жайы бар. Бүгінгі біздің аш сабағымызға арқау болып отқан Алласыз айтқан сөзім жоқ термесін осы Сүгір Жырау Бегендіұлының өзінің мақам сазымен үйреткелі отырмын. Сендермен қауышып бүгін отырмыз, енді жоқ менің арманым. Алқалаған жиында ұрытаға түсіп талмадым, иығы шығаттен нар берген дәулет кеткен шалдарым. Уалмен салап ойламай осы жүрген қалғымау, талай жерде парладым әрі бері сөйлейін арғы менен бергілі баспасыма түгенде. Бұл дүниенің мысалы нәпсі менен көңіл екеуі аянбай құрған бір үрмек. Ол күнде қайдан білейін ғапу рахман ягерин. Өзің жәрдем бермесең ай біз бір жүрген көбелек өзіліңді тастады бей. Молдалар жүрді шегелеп. Ауыз бенен әр жырды домбыраға жапсырдың
айтқан сөзді шегелеп ақшарыйға алмастың молдалар менен алжастың. Ей тексередің мені сенбе деп ай бұл дүниенің жүзінде. Кінәлі жалғыз мен бе деп ай тілегіңді берсек кім берсін. Біздер береке сауған пенде. Ей Алласыз айтқан сөзім жоқ. Ән қасанатым қапу Алла деп кешіре көр бір Алла. Ей кешіре көр бір Алла. Жақсы дедім біреудай, оған да керек даражат. Жаман дедім біреудай, ақ жолың ақиянат. Қанша білгір болсам да кәдибина кираман. Ей көкпен келсе руман үш періште тергесе. Қаламыз біздер тұралап иманда жете қарыз бар. Парасат етіп сөйлейім, пәйізі пәс сауап әділна, пәқобы пәс қазан. Уаллаху Алла тағала оңда айтылған бұл жауап. Айдайын арғы атамнан Расулы нәбиден сахаба әдес баталған, сахаба әдес баталған. Шаруаға шыққан сапардан үйсің арғын алсын деп 300 болып аталған. Сол 300-дің ішінде талай жүйріктер кетті жүлде алған. Бұл баяны жоқсың жалғанның жасаған ұлықпан. Аспан мен жердің арасын азған тайтырып қолданған. Біз қазақ деген ел едік сахара көшіп қонғаннан. Алғалаған жиын той тарқама беді ұрданнан. Ей той тәңірдің қазынасы алғалаған той болса шақырып алып мінекей ақсақал шалдар жиналған. Ей қол жайып бата бергенде жаңа туған балаға айтқаны кәміл қоң болған. Ей жарлыға берген батасы 4 түлік дәулет мал болған. Жалғызға берген батасы ауыр әскер қол болған. Сағынып көрген балаға көбінесе бата беретін. Ей 90-ға келген шал болған. Сабағымыздың тақырыбы Алласыз айтқан сөзім жоқ. Бұл сүгірдің өзінің жеке орындауындағы мақам саздарға салып айтылған термелерінің бірі. Енді мана сабақтың басында айтылғандай, бұл терменің басында кіріспесі жүреді. Бұл кіріспені ойнаған кезде халықтың өзіне қарататындай қылып, әдемі сазды нақышына келтіріп орындау керек. Мысалға, басындағы ойнаған сазды көрсетіп жүрейін. Осылай ойнап келіп барып, термеге түсіп кетеміз. Енді басында сүгіріп айтылғандай, жыршы 7 түрлі, 5 түрлі сазға салып өте жүйрік болу керек деген. Енді бұл термені осы сазға қатып қалып, немесе осы сазбен орындау керек дейтін заңдылық жоқ. Сүгірдің өзінің саздарымен болсын, және басқа да Қотырбас Қарасайдың саздарына да, Дүйсенбайдың сазына да, барлығына да салып айта беруге болады. Мысалға, сүгірдің ауылға да сүгірай келді деген сазына салып айтып көруге болады. Ол сазға да салып айтса да болады. Енді сол сазға да бір салып көрсетейін. Жыршыға, жалпы жыршы атаулыға осы сазбен осы термені айту керек дейтін қағида жоқ. Сол тыңдарманның тыңдап отқан халықтың көңіл күйіне байланысты, жыршының өзінің
шабысына, жүйріктігіне байланысты әртүрлі саздарға салып отырып қолдануға болады. Мысалға, сүгірдің бір екі сазды тағыларға салып берейін. Сегіз ары сендермен қауышып бүгін ай отырмын. Енді жоқ менің ай арманым, алқалаған ай жиындан ортаға да түсіп айта алмадым. Айлай, 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 осы сазға да салуға болады, және де тағы да сүгірдің өзінің саздарына салып көрсетейін. Он екі ата байлы сегіз арыс сендермен қауышып бүгін отырмыз. Енді жоқ менің арманым, алқалаған жиындай ортаға түсіп қалмадым. Ғашық атпен дәулет біткен шалдарым, қубалмен сауда ойламай осы жүрген ай халқым-ау, талайда жерде ой парладым, әлі бері ой сөйлейін, арғы менен ай бергенге деген сияқты әртүрлі саздарға қамылтып отырып салуға болады. Енді термені жаңа бастан аяқ барлығын айтып бердім. Енді ақынның өмірін, шығармашылығы туралы оқып, қандай ақындармен замандас болған, сүгір жырау қай жылы дүниеге келген, қай жылы дүниеден озғанын туралы осы ащы сабағымыздан білулеріңізге болады. Және бүгінгі үйге тапсырма осы Алласыз айтқан сөзім жоқ термесін жаттап, мақам саздарға қобылтып, әртүрлі саздарға салып, бір сазға қатып қалмай, әртүрлі саздарға салып, жаттап келу үйге тапсырма. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Осымен бүгінгі біздің ащы сабағымыз аяқталды.